Амина Қайырбекова, Елназ Қалиахмет, Қазақстан чемпионатының финалы. Е4, Е5, АТФ шатсы 6, піл Б5, Испания партиясы 6, піл А4, АТФ 6, рокировка, піл Е7, тура Е1, дәл қазір піл С6, және ат Е5 деген әрекет жасағысы келіп тұр, Б5, піл Б3, рокировка. Дәл қазір қаралар деген Фрэнк Маршал шабуылын қолданғысы кеп тұр. А4 оған көнбейді, піл Б7, Д3, Д6, ат Б, Д2 және ат Д7. Осы жерде А5 деген жүріс мені таңғалдырды. Не себепті бұндай шешім қабылдағаны мен үшін түсінікті болды. Бұл сарбаз болашақта міндетті түрде қиын жағдайға тап болуы мүмкін. Ат Б4 бірден мына Д3-тегі сарбазға шабуыл жасаудың амалы, және ат С5 деген әрекетті жүзеге асыру. Ат F1, ат С5 енді бұл Италия пілі деп аталады. Осы Италия пілін сіздер ешкімге бермеуге тырысу керексіздер. Беретін болсаңыздар, онда жағдайларыңыз қиын болады. А3 алдық, және С5 мына сарбазды қорғайтын ешкім қалмады. Д4 ат С6 алдық, және тура Д3. Вәзір А5. Осымен шын мәнінде ойын аяқталды. Себебі біріншіден бұл жерде басымдық бар. Мына жерде 3, мына жерде 3, ал мына жерде бар болғаны 2. Және мына пілге қарсы тұратын ешкім жоқ. С3 тура Д8, енді айырбастау керек. Өзіміздің басымдығымызды пайдалану. Бұлай С4 болашақта мына піл өзінің орнына келеді, және Ж1 А7 деген қиғаш жолға тұрады. Алдық, бұлай, және піл С5 өзінің орнына келді. Бұл піл деген өзінің орнына келді, және тамаша орналасқан. Д1 вәзір С8, ат F5, Каспаровтың аты, бірақ сарбаздардың жетіспейтіні көңілге қаяу түсіреді. F6 енді қосымша мынаны қорғады. Мен жалпы F сарбазына ерекше көңіл аударам, үнемі айтам бұл туралы. F сарбазын өте абайлап қозғалтыңыздар деп. Піл Е3 алдық, тура Д8, тура Д6, алдық, және вәзір Д7. Бәрібір артық сарбаз бар, соны біз деген әдемлеп тұрып пайдалану керекпіз. Вәзір С5 және ат Д8. Ат Д8 ақтардың ешқандай мүмкіндігі жоқ. H4 орталық тұрақта, сол себепті оң қанатта немесе сол қанатта шабуыл жасауға болады. Піл С6, ат F5, қайттан Каспаровтың аты келді. Піл Е4, тағы бір сарбаздан айырылдық. Ат Е3, піл Б7, H5 және патша F7. Патша өзін-өзі қорғай алады. Ат H4 және вәзір С6, енді болашақта мына жерге де кірудің жолын қарастыру. Вәзір А7, Ж6, мына F5-тегі торды бақылауға алу. Вәзір Б8, вәзір Д7, H6, бұл енді сарбаз шеге немесе қосалқы өтетін сарбаз деп атайды. Вәзір С8, вәзір Д6, ат Е6, бұл енді балаганның аты болатын болса, онда қаралардың балаганның басқа бір аты деген. Ат F3, вәзір Д8 айырбастайық, өйткені мына жерде біздің басымдығымыз бар, және мына жерде де біздің басымдығымыз бар. Алдық, енді бұл жерде енді керемет шаруа жоқ. Алдық, және піл С6. F4, F6, алдық, бұлай Е4, шах, С2, шах, нан алды, шах, енді қалған енді талқылаудың қажет жоқ, өткені қаралардың басымдығы өте үлкен, және осымен ойын аяқталды деп айтуға болады. Вәзір Е5. Сонымен Елназ Қалиахметті шын жүректен құттықтаймын. Қазақстан чемпионатының финалын жеңіп алды.